Сәлеметсіздер ме? Менің каналымның тыңдармандары. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау түзету сабағы. Мен пән мұғалімі Гүлнара Жұманәліқызы. Балалар, сабақ басталмас бұрын, тақырыпты түсіндірмес бұрын, мен слайд жібердім. Слайдтан нені байқап тұрмыз, ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Біз суреттен пайетка көріп тұрмыз. Олай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз қағаз бетіне пайетка жабыстыру. Мақсаты балалардың шығармашылық есте сақтау қабілетін, кеңістік қиялын, фантазиясы мен қол моторикасын дамытуға, көзбен нақты мөлшерлеу қабілетін жетілдіруге мүмкіндік беру. Шығармашылық әрекет барысында көркем технологиялық білімдерді, қабілеттер мен дағдыларды қалыптастыру. Әртүрлі материалдар мен құралдарды қолданудағы техникалық қауіпсіздік ережесін сақтаудың маңыздылығын түсіну және сезіну. Тапсырма: қағаз бетінде берілген суреттерге ПВА желімнің көмегімен пайетка жабыстыру, түрлі түске бояу. Міне балалар, біз ПВА желімнің көмегімен түрлі түсті пайеткаларды қолдана отырып, берілген суретті бояп және түрлі түсті пайетканы жабыстырдық. Каналыма тіркеліп, өз ой-пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.